Әтеш пен ит. Бір шал мен кемпір болыпты. Олар жоқшылықта өмір сүріпті. Мал дегенде бары әтеш пен ит қана екен. Олардың өздерінде әрең асырайды. Бір күні әтешке ит: «Қой, Петька бауырым, болмас, орманға кетейік, бүйтіп көрген күн құрсын» дейді. «Кетсек кетейік» дейді әтеш. Екеуі жүріп кетеді. Күні бойы кезіп, кешке қарай қоналық іздейді. Екеуі жолдан шығып, орманға кіреді, бір үлкен жуан ағашқа паналамақшы болады. Әтеш ұшып барып, бұтаққа қонақтайды. Ит ағаштың қуысына кіріп алып, екеуі де ұйқыға кетеді. Таң саз бере, әтеш ку-кари куге басады. Әтештің даусын түлкінің құлағы шалады. Түлкі әтешті жемекші болады. Ағашқа жақындап келіп, әтешті мақтай жөнеледі. «Міне, әтеш десе әтеш ақ. Мұндай құсты ғұмырымда көрсемші. Қауырсын, қанат деген неткен тамаша. Айдары қандай қып-қызыл еді, даусы қандай ашық еді. Келші қасыма, көріктім». «Нендей жұмыспен бармақпын?» деп сұрайды әтеш. «Біздің үйге барайық, қонағым бол. Бүгін жаңа жайға көшкем. Саған деп әзірлеген көптеген бұршақтарым бар». «Жарайды» дейді әтеш. «Тек мен жалғыз өзім баруым ыңғайсыз боп тұр. Жолдасым бар еді». «Жолдасың қайда еді?» деп сұрайды ол. «Мен қонаққа оны да шақырайын». «Анда ағаштың қуысында жатыр» дейді әтеш. Түлкі келіп қуыс құңыледі. Сол шақта ит тұмсықтан шап беріп, түлкіні ұстап алады.